Шымкент қаласындағы нөмірі 131 ашық сайлау учаскесінде 35-748 әскери бөлімінің мерзімді әскери қызметшілері де өз таңдауын жасады. Мұнда саяси науқанға қатысу үшін 265 сарбаз дауыс берді. Әскери бөлімде қызмет атқарып жүрген сарбаздар үшін сайлау күні әдеттегіден ерекше өтті. Әскери тәртіпке сай ұйымдастырылған дауыс беру барысында мерзімді әскери қызметшілер сайлау учаскесіне кезекпен келіп өз таңдауларын жасады. Олардың қатардағы жауынгер Мейірбек Сапарбаев та бар. Әскер қатарында жүргеніне 4 ай болған сарбаз үшін бұл өміріндегі алғашқы сайлау. Ол алғаш рет дауыс беріп, Қазақстан Республикасының құрылтай депутаттарын сайлауға қатысты. Мен Қазақстан Республикасының азаматы, қатардағы жауынгер Сапарбаев Мейірбек. 35-748 әскери бөлімі 2-ші мотоатқыштар батальонында өз қызметімді өтеп жатқаныма 4 ай болды. Және де осы 2026 жылғы 23 тамыз болып жатқан құрылтай сайлауында өз даусымды алғаш рет бергелі жатырмын. Жалпы Қазақстан Республикасының әрбір азаматтары мен азаматшалары осындай дауыс беру керек деп ойлаймын. Өйткені біздің даусымыз ол біздің болашағымыз. Ал қатардағы жауынгер Али Иманбек үшін де бұл күннің орны бөлек. Ол әскери қызмет барысында алғаш рет дауыс беріп, өз таңдауын жасады. Жас сарбаз үшін сайлауға қатысу азаматтық құқықтарын жүзеге асырып қана қоймай, ел болашағына деген жауапкершілігін сезінудің маңызды қадамы. Бүгін мен үшін ерекше маңызды күн. Себебі алғаш рет дауыс беру арқылы еліміздің маңызды саяси өміріне белсене атсалысып, сондай-ақ өз азаматтық ұстанымды білдіргеніме мүмкіндік алдым. Дауыс беру әр азаматқа берілген үлкен жауапкершілік деп ойлаймын. Еліміздің болашағына қатысты маңызды шешімдерге бей-жай қарамай, өз азаматтық ұстанымды білдіру мен үшін зор мәнге ие. Қазіргі таңда әскери қызметте жүріп, отан алдындағы борышыммен қатар азаматтық борышымды да орындағаныма қуаныштымын. Әскери бөлім өкілдерінің айтуынша, мерзімді әскери қызметшілердің сайлау құқығын жүзеге асыруына барлық жағдай жасалған. Дауыс беру процесі белгіленген тәртіпке сәйкес ұйымдастырылып, сарбаздар өз таңдауларын еркін білдіруге мүмкіндік алды. Жалпы сайлау учаскесіне келген сарбаздар үшін бұл күн тек әскери қызметтегі кезекті міндет емес, азаматтық өміріндегі маңызды сәттердің бірі болды. Өз таңдауын жасаған сарбаздар ел тыныштығын күзетумен қатар азаматтық міндетін де абыроймен орындады.